Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше болып шығатын қарақат қосылған сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен қамырына керекті заттарды дайындап аламыз. Мұздатқышта тұрған қатты сары майымызды ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Қолдың көмегімен екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Оның үстінен жұмыртқамызды, қантымызды және де қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластыра отырып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Қамырымызды формаға біркелкі етіп жайып шығамыз. Формамен де диаметрі 24 сантиметрлік. Вилкамен осылайша шеттерін тегістеп, ішінің барлығын тесіп шығамыз. Көтеріліп кетпес үшін қамырымыз, және де болғаннан кейін формамызды холодильникке сала тұрамыз. Салмасын дайындап аламыз. Творогтың үстінен жұмыртқамызды, қантты, қаймақты және де қарақатты салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай сұйық, түсі өте әдемі, салмасы шығады және де форманы алып, форманың үстіне салмасын құйып, қызып тұрған пеште 160-170 градуста 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Дайын болған бәлішті бөлме температурасында міндетті түрде суытып алғаннан кейін холодильникке кемінде 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Тек қана содан кейін ғана барып кесулеріңізге кеңес беремін. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте әдемі және ерекше болып шығады. Отбасыларыңызды қуантасыздар деген ойдамын. Сіздермен болған Арайлым.